ауданы 86 мектеп гимназияның бастауыш сынып мұғалімі, педагог зерттеуші. 1 мен 4 сынып аралығындағы оқушыларына арналған көркем жазу элективті курс бағдарламасы. Әріп таңбаларын әдемі, көркем етіп жазып жаттықтыру мақсатында жүргізілетін жұмыстар, тапсырмалар оқушы бойында жақсы қасиеттердің қалыптасуына ықпал ететінін біліп, көркем жазу таңдау бағдарламасын оқушыларға бағыт бағдар беру үшін таңдап алдым. Бағдарламаның мақсаты оқушыларды көркем жазуға үйрете отырып, әріп таңбаларын дұрыс, таза, әдемі, көркем етіп бұрмаламай анық жазуға қол жеткізу, эстетикалық талғамдарын дамыта отырып, ұқыптылыққа, төзімділікке тәрбиелеу. Бағдарламаның міндеттері: жазу сабақтарында гигиеналық талаптарды сақтауға машықтандыру, жазу дәптерлерін партаға дұрыс орналастыруды қалыптастыру, солдан оңға қарай көлбеулікті сақтап, жазуға үйрету, әріп элементтерін, таңбаларын дұрыс сақтай отырып, дұрыс жазуға дағдыландыру. 1 мен 4 сынып оқушыларына арналған көркем жазу бағдарламасының мазмұны: 1 сыныптар аптасына 1 сағаттан барлығы 33 сағат. 2-ші, 3-ші, 4-ші сыныптар аптасына 1 сағаттан барлығы 34 сағатқа арналып жоспарланған. Бағдарламаның өзектілігі: бастауыш сынып оқушыларына көркем жазу сабағындағы жазу дағдысын қалыптастыруда бұл бағдарламаның рөлі ерекше. Бағдарламада жатқа жазу, көшіріп жазу, шағын шығармалар, оқушылардың зейінін, есту қабілеттерін, есте сақтауды дамытатын әртүрлі тапсырмаларды орындауға, логикалық ойлау қабілеттерін дамытуға арналған тақырыптар қамтылған. Сонымен қатар, оқушылардың ой өрісі мен дүние танымын кеңейтуге өз ықпалын тигізеді, баланың жазу икемділігін толық меңгеруіне әсер етеді. Көркем жазу бағдарламасынан күтілетін нәтижелер: білім алушылар әріптерді көркем жазу дағдысы талаптарына сай жазуға әріптерді өзара байланыстыра отырып, жазу жылдамдықтары дами түседі. Білім алушылардың сауатты, таза, әдемі, анық жазуға, көркем жазуға дағдыланады. Оқушылардың жазу тілі, жазу мәдениеті ұғымдары бойынша білімдері тереңдейді. Қорытындылай келе, көркем жазу дағдысын қалыптастыру бастауыш сынып оқушыларының білім алу үрдісіндегі маңызды қадам. Жазу сауаттылығы жоғары болған сайын оқушылардың оқуға деген ынтасы артып, ойларын еркін жеткізу қабілеті дамиды. Сондықтан әрбір бастауыш сынып мұғалімі көркем жазу таңдау бағдарламасы бойынша жұмыс жасаса, нұр үстіне нұр болар еді. Назарларыңызға көп рахмет. Ендігі сөз кезегін Сымылтырова Гаухар Адамбек қызына беріледі. 86 мектеп гимназиясының бастауыш сынып мұғалімі. Бағдарлама тақырыбы оқушылардың функционалдық сауаттылығын арттыру. 4 сыныпқа арналған, аптасына 1 сағат, жылына 34 сағат. Жүрмей ал, кешірім сұраймын. Бағдарламаның мақсаты бастауыш оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамыта отырып, логикалық ойлау құзыреттілігін жетілдіру, өмірлік жағдайда пәндік білім-білік дағдыларын қалыптастыру. Бағдарламаның міндеттері: тұлғаның интеллектуалды дамуын қамтамасыз ету, сауаттылықтың маңызы мен ғылыми болмысы туралы түсініктерін қалыптастыру. Бағдарламаның өзектілігі: бағдарлама жаңартылған білім мазмұнын басшылыққа ала отырып, оқушының функционалдық сауаттылығын, дағдыларын жалпы түсіну, талдау, жіктеу, қолдану, айқындау,
деңгейінде дамыту, жаңартылған білім беру мазмұны бойынша бағдарламада белсенді оқу мен зерттеуге негізделген өмірлік қажеттіліктерді функционалдық сауаттылықты қолдана отырып шешімін дұрыс табуға үйрету. Мектеп оқушыларының функционалдық сауаттылығы деп оқушының пәнді терең түсіну қабілетін дамыту, алған білімдерін сыныптан тыс жерде кез келген жағдайда тиімді пайдаланып қамтамасыз ету, яғни оқушыларды мектепте алған білімдерін өмірде тиімді қолдануды үйрету. Функционалдық сауаттылыққа мыналар жатады. Бастауыш буын оқушыларының функционалдық сауаттылығын қалыптастыру тетіктерін зерделеу арқылы оқытудың озық технологияларын тиімді пайдаланып, сапалы білім беру және өмірге бейім тұлға қалыптастыру. Оқу сауаттылығы адамның өз мақсатына жету, білімі мен мүмкіндіктерін кеңейту, қоғамдық өмірге қатысу үшін жазбаша мәтіндерді түсіну. Математикалық сауаттылық ауызша жазбаша қабілеттерін қалыптастыру арқылы оқушының математикалық сауаттылықты меңгере білу қабілетін шыңдайды. Келесі, математика әлемде болып жатқан түрлі құбылысты, жаңалықты дұрыс қабылдап түсінуге көмектеседі. Жаратылыстану ғылыми сауаттылығы жаратылыстану ғылымдарын тану және жаңа білімді меңгеру, теорияны практикаға негіздей отырып оқыту. Нәтижесінде ақпарат көздерімен жұмыс істей біледі, білімдері мен біліктерін өмірлік жағдаяттарда қолдана алады, баланың ой өрісі дамиды, өзінің болжамдарын ұсынады және іздене біледі, алынған ақпараттарды сыни тұрғыдан бағалай біледі. Қорыта келгенде, елдің ертеңі білімнің тереңдігімен өлшенеді демекші, үздіксіз өзгеріп тұрған әлем адамнан да қабілет пен қажеттіліктерді үздіксіз дамытуды талап етеді. Сондықтан білім беру саласының басты мақсаты оқушылардың өзгермелі өмірде қорықпай, еркін өмір сүруге, білім мен білігіне сай келетін бағдар таңдап алатындай дәрежеге өз бетінше жұмыс істеу дағдыларын қалыптастыруға, функционалдық ойлау қабілеттерін дамыту және олардың өмірдегі дара тұлға етіп қалыптасуына ықпал етеді. Назарларыңызға рахмет. Келесі сөз кезегін Байтанова Әсем Қаныбекқызына беріледі. Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Мен Байтанова Әсем Қаныбековна, Алматы қаласы Әуезов ауданы Ғабит Мүсірепов атындағы нөмір 86 мектеп гимназиясының бастауыш сынып мұғалімі. Тақырыбы жылдам оқыту 2-3 сынып оқушыларына арналған, яғни аптасына 1 сағат, барлығы 34 сағат. Бағдарламаның мақсаты жаңартылған білім мазмұны негізінде түрлі әдістерді пайдалану арқылы оқушылардың зейіндік ойлау қабілеті мен жылдам оқыту қабілетін арттыру. Бағдарламаның міндеттері бастауыш сынып оқушыларының оқу сауаттылығын қалыптастыру және олардың оқырман қызығушылығын арттыру үшін оқыту тәсілін, тиімді әдістерін таңдап алу. Бастауыш сынып оқушыларының түйінді құзыреттіліктерін дамыту, оқырмандық қызығушылығын ояту. Ауызша және жазбаша байланыстырып сөйлеу тілін дамыту, шығармашылық қабілетін дамыту, көркем шығармаларды оқуға сүйіспеншілігін арттыру. Оқырмандық және функционалдық сауаттылықты қалыптастырудың тиімді механизмдерін таңдау арқылы бастауыш сынып оқушыларының оқу сауаттылығын жетілдіру. Өзектілігі қазіргі кезде мектеп оқушыларының оқу қызығушылығын
төмендеп кетуінің себептері оқу дағдысының қалыптаспауы, жалпы білім жетістіктеріне әсер етуі, бұқаралық ақпарат құралдары ықпалының артуы, ересектердің балалармен бірге оқу әрекет ұстанымның өзгеруі, яғни проблемалары, қоғамдық өмірдің күрт өзгеруі. Проблемалар: оқу шапшаңдығын тежейтін қиындықтар мен кедергілер. Оқу шапшаңдығын тежейтін себептер өте көп. Олардың ішінен негізгі 7 кедергіні атап өту орынды. Артикуляция, антисипация, регресс, зейінді деңгейі, жады. Аталған себептердің әрқайсысы оқу қарқынына әсер етеді. Іс-әрекеттің табиғи, көрудің аз кеңістігі. Күтілетін нәтиже: бастауыш буын оқушыларының оқырман сауаттылығын және кітап оқу қызығушылығының деңгейін көтеру, оқырман белсенділігін арттыру, бастауыш сынып оқушыларының оқу сауаттылығын, дағдысын қалыптастыру, оқушының өз бетінше оқу ынтасын дамыту, оқушылардың оқу мәдени деңгейі мен дүниетанымын қалыптасады. Оқу шапшаңдығын жақсы көрсеткіштерге ие болады. Назарларыңызға рахмет. Келесі сөз кезегін Ниязбекова Гаухар Ерболатқызына беремін.